яғни ораза айт мұсылманның Алла тағаладан сыйлық алатын уақыты дейді. Аллаға сансыз шүкір, міне биыл ерекше оразаны атап өтіп, айт намазын мешіттің ауласында халық болып оқыдық. Барша мұсылман қауымды, өзіміздің Алаш Астана Семей халқын осы қасиетті ораза айтпен құттықтаймын. Алла әрқайсысының отбасына құт береке жақсылық алып келсін. Биылғы ораза айт сондай бір жақсы аулада өтті, санитарлық талаптар сақталып, мемлекеттік санитарлық мекеменің қаулысының аясында сол тәртіптер сақталып, арақашықтықтар сақталып, аулада бетпердемен айт намазын қысқа уақытта оқып алдық. Аллаға шүкір, мұсылмандардың, қала тұрғындарының қуанышы ерекше. Әсіресе осы жаңа мешітте алғашқы айт намаз оқылды деп бәрі лебіздерін білдіріп, ел үшін, жер үшін, халқымыз үшін бірігіп дұға жасадық. Аллаға шүкір.